Біз ойлаймыз Түркістан деген Түркістан қаласынан түсеміз біз. Бүкіл түркі жұрты жайлайтын жерде бұрын қазақтар әлемде Түркістан деген екен. Түркістан, Тұран, Түркістан, сосын Иран деп екіге бөлінген. Иран мен Тұранның теке тіресі ғасырлар бойы болған ғой. Екі мәдениет бір-бірімен теке тірескен. Мынау кімнің Фирдаусидің шахнамесі сол туралы. Екі елдің мәдениетін теке тіресі туралы сөз бе? Алпарслан. Сонда қарасаңыздар, біздің осы Түркістан деген сөз, Түркістан, стан деген түріктер, мемлекет деген сөз да, жер, мемлекет, сонда түріктердің жері. Ал барлық түріктердің несі шыққан жері Қазақстан, Алтай. Сонда Мағжан айтады ғой, бүкіл түрік ен шалып тарасқандай, ана сәлжүктер, оғыздар басып алды, Византияны басып алды, ғұндар Еуропаны басып алды, венгрлер, ғұндар ғой бұрынғы. Бәрі жан-жаққа тарады ғой енді. Сонда айтады, Мағжан айтады, бүкіл түрік ен шалып тарасқанда қара шаңырақ қазақта қалған жоқ па дейді. Сондықтан Түркияда Мағжанды пір тұтады. Ескерткіш, әрбір түрік Мағжанның өлеңдерін біледі. Аударылған. Өйткені ол шындықты айтып отыр. Өте не Мағжан танымал Түркияда. Біз өзіміз білмейміз Мағжанды. Адал келін барған жерде тастай бат суда сіңеді. Егер сен мен қоңыраттым деп отырса, сен қалай сіңген? Мен анам айтады, мен әкем қоңыратпын, мен қоңыраттым дейтін. Соны өзінен сұрайтын, өзіңізші деп. Мен айтады, өз жұртым төркінім не дейді, Найман, ішінде Садыр деп айтады. Мен өзім қоңыраттым. Ол бүгінгі инсайт дей ма қазір? Сонда сіз дулатсыз. Өз үйіңізден ұзатыласыз ғой. Ұзатылғанда сіздің басыңызға ақ жауып жүреді. Ол не маған? Ол өлді деген сөз. Менің шыққан жеріне қыз өлді деген сөз. Он жаққа кетті. Өлді, жоқ бітті. Енді сол ананы ашпай, сол күйінде келесіз ғой. Өлді. Өз жұртыңа. Сонда сенің бетіңді ашады. Тірілдің сен. Ана жаққа өлдің, мына жаққа тірілдің. Мағынасы қалай? Сонда анау ен тіріліп жатқан адамға таныстырады. Мынау атаң, мынау енең, мынау қайнапаң. Тіріліп жатыр ғой. Сен де тірілсең де осында. Мағынасы қалай?